Құрметті достар, ЕС-145 тікұшағының оқу-жаттығу орталығындамыз. Мұндай орталық ТМД елдерінде жалғыз екен. Бүгін мінекей өмірінде бірінші рет тікұшақты басқарып көріп жатырмын десе де болады. Бас айналады кәдімгідей бірден бұрылғанда. Қазір Астана әуежайына бұрылып, сол жаққа жаттығуын жасап көрейік. Ал осы жерге қона берейік. Осы жерге? Қону үшін не істейміз? Қону үшін алдын ала жылдамдығымызды және де биіктігіміздің барлығын сақтаймыз. Және де қонатын орнымызды таңдаймыз. Ал мен басқарып көрейін. Және де міндетті түрде жерге қарсы болу керек. Жерге қарсы ұшу керек Жерге қарсы қону жұмыстары, ұшу және қону жұмыстары жерге қарсы болу керек. Біз Астана әуежайындамыз қазір. Өте Әрбір қаттеге қоды ғой дейміз. Қазір мен басқарып жатырмын. Сонымен қазір апатты жағдайға мен алып келдім ау деймін, кешірім өтінемін. Оңай емес екен, пилоттардың жұмысы бір қарағанда былайынан жеңіл көрінгенмен де іс жүзінде өте қиын. Елдос, сізге көп рахмет. жақсы рахмет сізге.